Бірнеше маңызды нүктелер бар. Адам өзінің өмірін сапалы өмір сүру керек. Өйткені бұл өміріміз қайтып келмейтін өмір. Зу етіп, найзағайдай өтеді де шығады. Қайтып келмейді. Ал енді әсіресе мынандай рухани сапарға келген адам әрдайым өзін түзетумен айналысу керек. Сол өзін түзетуге бүгінгі маңызды болған себептің бірі осы көп адамдарда байқайтыным, мысалы келіп бізден мысалы кешеде сұрақ қойып атқандағындай, аналар намазы бөлек қой, біздің намаз қалай болады, мысалы. Ол әңгіме ондай емес та, біреуді жақтырмау, біреуді кемсіту емес, бірақ ол өзгешелікті көрді да. Енді сол жерде осуждение дейді ғой, мін тағу, айыптау болмау керек. Яғни ол адам солай қалдырыңыз оны. Сіздің тәрбиеңіз, сіздің өмір жолыңыз бөлек, осылай жүріңіз. Біз осылай бір-бірімізбен араласуды үйренеміз. Өйткені Құран-ы Кәрімде айтады, біз сіздерді түрлі ұлттар, түрлі тайпалар қылдық, бір-бірлеріңізді тану үшін дейді. Ли таарафу. Енді осы жердегі тааруф сөзі негізі тану емес екен. Урф деген сөздің бірінші мағынасы, бірінші жақын, ең қатты мағынасы білімге келеді. Білім арттырып білу үшін бір-біріңіз. Және негізі тариф деген сөздің мағынасы лай айтқанда ерекшелеу, ерекшелігін түсіну. Яғни бір-біріңізден біз сіздерді түрлі қылып жараттық, сол ерекшеліктерді сол күйінде қабылдаңыз демекші Алла Тағала. Бір-біріңізбенен сын тағып, мін тағып емес. Қалайсыз, солай араласыңыз демекші. Енді мына бір маңызды нүкте бар. Осы жерде сын менен міннің арасында айырмашылық бар екен. Мін тағу ол тек қана аталуында емес, біздің қазақ тілі байлығы ғой. Яғни орыс тілінде де дәл сондай. Осуждение деген нүкте бар да, конструктивная критика деген нүкте бар. Яғни біреуді критика қылсаңыз, ол міндетті түрде конструктивны болу керек. Яғни ақылға қонымды. Айырмасын айтып берейінші. Ең бірінші мақсаты. Қараңыз, адам не үшін бір адамды мін тағады? Қалай ол? Оның өзгешелігі үшін, оны қаралау үшін, оны дұрыс емес екенін бағалау үшін, дұрыс па? Яғни біз бірінші баға береміз. Ал енді ереже. Сіз біреуге баға беретін, оны дұрыс емесін айтатын қаншалықты құқығыңыз бар деп ойлайсыз? Айтыңызшы, осы өмірде. Оны сіз жараттыңыз ба? Жоқтан бар қылдыңыз ба? Оған ырзық несібесін сіз жеткізіп беріп атсыз ба? Оған ешқандай да біздің қақымыз жоқ. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда шариғатта мынандай сөз бар. Мұсылман адамның дінінің көркемдігі сондай, өзгенің ісіне шаруасы болмайды дейді. Яғни біреудің ісінде өзінің жұмысы жоқ та. Бұл шын діннің, сіздің дін ұстанғаныңыздың көркемдігі сонда бол. Яғни біреумен шаруаң болмасын. Ол қалай, ол солай. Яғни сондай дәрежеде адам өз-өзіне бірінші. Ал егер енді шынымен бір жүрегіңізде неше түрлі сұрақтар шығып атса ше, оған басуға бірнеше жәрдем беретін нүктелер айтам. Біріншіден, жаңа жоғарыда айтқандай, жаратылған затты, оған баға беру, оны сынау, оны түбінде не үшін сын беріледі біреуге? Мысалы, емтиханда не үшін тапсырады? Баға алу үшін ғой, содан кейін жаза алу үшін, дұрыс па? Оны жазалайтын да, оны бағалайтын да кім? Алла. Сондықтан сіз Алланың ісіне араласқан боласыз. Түсінікті ғой, яғни біреуге мін тағу, ол Алланың ісіне араласу деп түсініңіз. Сондықтан ешкімді мінеудің қажеті жоқ. Ешкімді сынаудың да қажеті жоқ бұл өмірде. Әркім қалай, ол солай қабылдауға әрекет жасаңыз. Тағы бір нүкте енді. Сізге ақылы пікірге бір жәрдем беретін тағы бір нүкте айтам. Біріншіден, құрметті бауырлар, жалпы әркімнің жағдайын біз сыртыменен ғана көріп тұрмыз, дұрыс па?
Ал оның ішкі жағдайын, оның ішкі себебін сіз біле аласыз ба? Қиын ғой, рас па? Мысалы, мынандай бір мысал бар. Мерлин Аткинсон деген өзінің ұстазым бір кітабында керемет мысал келтіреді. Бір ер кісі метроға кірді дейді. Метроға кірді да, толы бала шағасымен кірді дейді да. Бірақ ана кісі бір бейне бір андай ступор дейді ғой адамда. Андай басы жасамай бүйтіп мәң болып қалады ғой. Тура сол мәң күйінде орындыққа отыра кетті дейді да осылай. Ана 2-3 баласы шолап, анаған ілінеді, мынаған ілінеді, ананы ұстайды, бір-бірін қуады, ха-ха-ха, хе-хе-хе, қиратып барады. Бала ғой енді. Соменен дейді, әлгі кісі айтады, мен енді өзімше мәдениеттімін ғой дейді. Ананы жақтырмай тұрмын баласын шулаған. Барынша әдепті күйде, сондай бір күшті күйде, ана кісінің жанына барып, саламатсыз ба? Я, саламатсыз. Негізі, мына балдарыңызды тәртіпке келтіріп қойғаныңыз дұрыс шығар деп айттым дейді да. Енді былай қарағанда бір күшті айтты ғой енді, өте мәдениетті, әдемі жеткізді ғой. Ұрысқан жоқ, ана кісі өзіне келді дейді да. Иә, соны дұрыстайыншы деді дейді. Сөйтті да, негізі бұлардың мамасы ауруханада жатқан еді. Қазір қайтыс болды деген хабарды алдым дейді да. Енді ана кісінің жағдайы түсінікті болды ғой, мәң болып қалды. Ол балаларына қарауға шамасы жоқ оның. Ана баласын шолап атқан, тоқташы, былай, ол отырамай, ол басқа жаққа кетіп қалды. Ол сондай бір жағдай. Ер кісілер бері бөлініп отырыңыздаршы, өтініш. Қазақстан емес, бұл жерде қатты қарайды. Араларыңыз кішкентай жақынырақ бері отырың. Мен негізі тістемеймін, ұрмаймын, ондай әдетім жоқ негізі. Бер жақындай беріңіз. Шыбығым жоқ, көріп отырсыздар ғой, жаңа неғылып. Сол үшін біз бір адамды сынап, кейде міне саламыз да, сыртындағы көрінісіне қарай. Мысалы, әсіресе әлеуметтік желіде көп байқаймын да. Ана бір видеода немесе бір пікір айтасыз ғой. Сөйтсең біреу лып етіп жауап береді да. Сосын оған түсіндіресің ғой, бауырым, неге бұндай жаман комментарий жаздың, өзі негізі былай ғой десең, мен білмей қалдым дейді. Яғни, өзінің ішіндегісін айта салу деген ол оңай сияқты көрінеді. Бірақ ол сіздің айтқан сөзіңіз біреуге қалай тиеді. Оның көпшілікке қаншалықты әсері бар, оны білмейсіз ғой. Мысалы, әзілдемейтін орында кейбіреулер соны әзілге айналдырып бір о жерде күлмейтін әңгімені әзіл қылып жібереді. Өз әзілдейді, бірақ ана жерде ана кісі өзінің төмен екенін көрсетіп қояды да. Мысалы айтайық, мен өте қарапайым мысал. Бір күні көлдің жағасына тоқтадым. Өтіп бара жатсам бір әдемі көл тұр екен да. Енді анау керемет. Тоқтадым да, ананы аралап көрдім. Бір кішкентай үйрек жүр, ана жанында қамыз, ана көлдің көктігі сондай керемет енді. Анау сондай әдемілікті көргесін бәрі жүрегін қозғалады ғой. Содан ана іштегі ой келіп, мен әдетім бар Инстаграмда, бір ой дейсің ғой. Сөйтесің да, оқығаның шығады ғой ана жерден. Мына жаққа өтіп кетіңіздер ішке. Бір ой дедім, ана жерде бір әдемі ой айтып, жұртпен бөлістім ғой енді. Енді біреулер, қосылып жатыр, не қылып жатыр. Сонда бір адамның комментарийін қарасаңызшы. Сіз соны көлдің жағасында жүріп, сол көлді бүлдіруге тоқтадыңыз ба дейді ғой. Сонда о кісінің ойы дәретханада. Біреудің ойы дәретхана. Біреудің ойы ол көлдің сұлулығы менен үйрегі. Бірақ қарасаңыз, сонда кейбіреулер ана жерде қатырдым деп айтқанменен өзінің төмендігін көрсетіп қояды. Қаншалықты екен? Сол үшін мынандай да бір сөз бар ғой. Бір кісі сұрап жатыр дейді да. Бір адам білімі жоқ, не істейді дейді ғой. Енді білімі жоқ, көпшіліктің алдына тұрып қалса не істесін дейді ғой. Сөйтсе айтыпты, егер білімі жоқ болса, үндемесін депті. Ал егер үндей алмаса ше депті да, сөйлеп қойса ше деген. Онда өле салсын деген екен.
Мен өте қысқартып айттым. Өйткені анау білімі жоқ, ана жерді түсінбейді, ана жерді құртады ғой дегені ғой енді анау. Ана ұяттан қоя салсын дегені ғой. Енді жалпы ол үлкен нәрсе, бірақ мен айтпағым, осуждение деген бар. Мінеу сын тағу өзінің орнымен болады. Сол үшін сынау ана біреуді жаңағыдегі мінеу мақсаты оның әжуалау, яғни масқаралау, немесе ішіндегісін бүйтіп кеп қалғанда алғашқысын қоя салу, немесе өзіне ұқсамайтын нәрсені міндетті түрде ана былдырлап ана жерде бүлдіру сияқты қылып айтамыз біз. Бірақ ана конструктивная критика дейміз ғой, мен айтып жатқаным. Саналы сынақ деп айтайықшы, саналы түрде сын айту. Қазақта әдемі сөз бар оған. Не дейді? Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Сіз бір мінді көрдіңіз ғой, бір адамның қисықтығын көрдіңіз. Сіз соған сынды түзу қылып айтпасаңыз, оның міні түзелмейді. Дұрыс па? Яғни сынды түзу сын деп айтады қазақта соны. Сол үшін сіз егер сынды түзу айтқыңыз келсе, оның мақсаты болу керек екен ғой. Қандай мақсат? Мақсат сондай екен. Фокус дейміз ғой. Біз біреуге сын айтқан кезінде адамды меңземеуіміз керек екен. Бәлки сол жасалынған істі немесе күнәні меңзеу керек екенбіз. Түсінікті ғой? Яғни фокус. Адамды меңземеңіз ешқашан. Өйткені барлық адам қателеседі. Сондықтан ол адам қателеседі. Сол жерде ол басқа пікірде болды, басқа ойда болды, әртүрлі мағынамен кетеді. Сондықтан оның қақысы бар ма қателесуге? Қақысы бар, проблема жоқ. Ал ол қателесуге қақысы бар адамға сын айтуға сіздің қаншалықты хақыңыз бар? 0. Дұрыс па? 0. Сын айтуға сіздің хақыңыз жоқ. Өйткені ол қателесу қақысы бар адам. Сондықтан сіз процеске, болған іске, болған уақиғаға фокус қоя аласыз. Сөйлегіңіз кеп баратса, соны айтыңыз. Мынандай күнә бар, маған қатты жаман көрінді деп та мысалы. Өйткені анау имам Абу Ханифадан сұрайды ғой, мысалы, сіз қандай осындай көркем мінезді қайдан алдыңыз дегенде, жаманнан үйрендім дейді. Ана жаманның жамандығын көргесін, ол ана адамды есте сақтап қалмағанда, көрдіңіз ба? Ананың жамандығын есте сақтап қалған. Жаман істі есте сақтап қалған. Сол бірінші орында мақсат адамда. Екінші орында оны жеткізудің әдісі болады. Яғни көп адам сын айтқанда қалай тұр, солай айта салады. Ал дұрыс түзу сын айтушы адам оның мақсатына қарай, яғни қайтсем түзелет деп, түзелетін жағын шешімімен қосып айтады. Яғни әрдайым сынаған кезде шешімімен қосып айтылады. Мынандай бір жаман іс көріп жүрміз, оның орнына мынандай қылып ауыстырғанымыз дұрыс болмай ма деп, мысалы, жақсы сөзбен, оның шешімімен, оның ретімен айтылғаны абзалырақ болады. Сондықтан, құрметті жақсылар, жалпы сынау, мінеу, дейміз осуждение, адамға не зияндығы бар? Біріншіден, осы жерде көп адамдар жалпы бір өзгешелікті көре салып, мінеп жатады, сынап жатады. Ол біріншіден негатив сыйлайды сіздің ішіңізге. Екіншіден, осы негативтің жанында кейде сіз күнәға бататындай дәрежеге жетіп қаласыз. Неге екенін айтайыншы. Мынау Мекке қаласы, сіз тұрып жатқан қазіргі, Медина қаласы, екеуі негізі қасиетті қала болып саналады. Осы екі қаладағы адамдарды сынау, сол жердегі болып атқан жағдайды сынау, сол жерді жақтырмау өте ауыр істеген болып саналады. Тіпті сондай көп уақиғалар бар. Бір кісі Медина қаласына келіп, сол жердегі бір арбакештің жаңағыдегі арбасына көзі түсіп кетеді. Сөйтсе, соның ішіндегі бір жемісі жаңағыдегі онша емес екен. Әдемі емес та? Сонда ана кісінің айтқаны ғой. Мына жердің, мысалы айтайық, алмасы жаман екен ғой дейді. Деп аузынан шығып кетеді.
Былай айтқанда, не бопты? Пенде ғой, айта салды, иә, біздің қазіргі ойда ғой енді, Инстаграм, ТикТокта сөйлей саласың ғой, рахат, айтып қоя салдым. Түсінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп айтады, пәленше дейді, менің қаламның алмасын жақтырмасаң шығып кет дейді. Шығып кете сал дейді. Қалай болды енді? Бұл жай болды ма, болмады ма десеңіз де, Меккенің, Медина қаласының қасиеттері жазылған, солар туралы мақталған, соның ұлылығын ұлықтаған кітаптар өте көп. Өте көп. Сол кітаптарындағы барлық ғұламалар Медина қаласының тұрғынын да еш нәрсесінде, Мекке қаласының тұрғыны менен ол жердегі еш нәрсенде жамандауға қақың жоқ деп айтады. Бір ауыздан, бәрін келісетін. Бұл жерге келгеннен кейін біз мақсатымыз құлшылық ғибадатқа келдік. Ендеше ойлаңызшы, қажылыққа, умраға келген адамның осы қасиетті жерге келгендегі, мысалы, бірнеше күн боласыз. Бірінші орында тілге сақ болу. Көзге сақ болу. Біреудің айыбын көріп қойсаң, көзіңді жұм. Өйткені, білесіз ба, мынандай бір имамның әдемі сөзі бар. Оны біреулер айтады, бұл Абдул-Қадир Жиланидан қалған сөз деп айтады. Әулие кісіден. Алла тағаланың жасырынып, Алланың жасырын сипатының ішінде, Алланың пердесінің ішінде тұрған, әшкересіз болып тұрған нәрсені сен әшкерелеме деген ереже бар екен. Яғни бір адамның күнәсін сенен басқа ешкім көрмей тұрса, сен де көрмей қоя сал дейді екен. Түсінікті ғой, яғни. Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда сондай қасиет бар. Имам Термизида келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біреудің айыбына көзі соқыр, құлағы керең еді дейді. Жанында қандай адам бір айыпты болып қалса, қандай істеп қойса да ше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәл жанында тұрса да соны естімейді екен, соны көрмейді екен ғой. Соншалықты ол кісі бізге сабақ қалдырғаны. Бұл тек қана Мекке, Медина қаласын осындай қасиетті дәріптеуден тұрғандығы, ол бір үлкен әңгіме. Ол біздің дініміз және осы қасиетті мекендер болғасын, бұл жерде бүкіл осы жер бетіндегі 2 миллиард халықтың иманы, сенімі. Мүмкін сіз үшін бұл қалалар ешқандай құны жоқ шығар. Мүмкін сіз үшін басқа, бірақ ше, егер сіз шынымен ақ өзіңізді дамытумен айналысқан, шынайы өмірге, сапалы өмір сүруге ден қойған, өзіңізді дамытумен айналысқан азамат болсаңыз, біреудің дініне, біреудің өмірлік көзқарасына ешқашан сын айтпайсыз. Ол өзінің көзқарасы, ол сондығы қисықтығы болды. Бірақ біз әңгіме айтқыңыз келсе, не нәрсеге әңгіме айтамыз? Адамға ма? Жоқ. Іске. Яғни сол іс күнә ма? Күнә туралы сөйлеңіз. Бірақ ол адамға ешқандай байланыстырмаңыз. Яғни пәленше осы күнәні жасап жатыр емес. Осындай күнә бар. Пайғамбарымыз одан қайтарған. Бұл дұрыс емес нәрсе деп, мысалы, сол күнәнің жамандығын айтыңыз. Жалпы осы Мекке мен Медина қаласы бүкіл мұсылман біткен. Ол қаншаға бөлініп кетсе де, бәріне қасиетті. Оны қасиеттілігі жайында мұсылманның қанша халқы болса, мысалы, сүнниті де, шииті де, басқа ішіндегі бөлініп кеткен бүкіл тайпасы үшін осы 2 қала көзінің қарашығындай қасиетті қала. Бұл жерге келген адам көзін жұмып, өзгенің айыбынан тілін тыйып жүрген абзал болады. Ендеше, біз не үйренеміз? Ең бірінші умрамызда тілді, көзді айыптан тыюды үйренеді екенбіз. Елге барғанда онда қандай қасиетпен барасыз? Ар жаққа барғаннан кейін Қазақстанға барғасын біреудің айыбын айта беруге болады, біреудің айыбына қарай беруге болады деген сөз ба? Жоқ. Осы сабақты біз алуға Алла тағала бекерге алып келген жоқ.
Сонау 10.000 километрлерден. Қанша жол жүріп ұйқыңызды бұзып, қарныңызды аштырып, шөлдеп неге келдіңіз? Осы сабақты үйренуге келдіңіз. Біздің умрадан алған бүгінгі бірінші сабағымыз өзгенің айыбынан көзді де, құлақты да, тілді де тыю. Бұл елге барғаннан кейін де орындалса екен.